Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапиян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Достар, мен сіздерге бүгін шәкәрімнің анасы кім болғандығы жөнінде айтып беремін. Бұл туралы ақпарат менің тұлғалар өміріндегі ислам кітабыма енген. Сол жерден де оқуларыңызға болады. Ал мен сіздерге одан қысқа үзінді айтпақшымын. Жалпы мені шәкәрім туралы тақырып өте қызықтыратын себебі неге Абайдың балалары емес, Абайдай әкесі бола тұра. Неге шәкәрім осындай мықты адам болып қалыптасты, тұлға болып қалыптасты, сол мәселе қызықтыратын. Сосын зерттей келе оның неліктен ондай екеніне көзім жете бастады. Өйткені әрине оның атасы Құнанбай, ағасы Абай, өзінің нағашы жұртыда сондай мықты адамдар болған екен. Себебі Құнанбай өзі де бір сөзінде айтады: шәкәрімға сенің адал болмасқа хақың жоқ, өйткені сенің екі нағашыңда адал адамдар болған деп айтады. Сонда екі нағашың деп меңзегені ол өз шәкәрімнің әжесі Күнке, сосын өзінің анасы Төлебиге екен. Өйткені Құнанбай өзіне әйелді, яғни бірінші бәйбішесі Күнкені алған кезде ол Ағанас, Найман Ағанас бидің қызы екен. Сондай бір текті жерден болған. Ол өзі бір ғана құрсақ көтерген. Ол шәкәрімнің әкесі Құдайберді. Ал Құдайбердіні үйлендіретін кезде Құнанбай өте ұзақ ойланыпты. Кімнен алып берем деген сияқты. Сол кезде осы шәкәрімнің анасының әкесі Алдаберген деген кісіге құда түсіп барады, соның қызына. Ол өзі сондай Алдаберген қатты бай, дәулетті емес, бірақ жоқ жітікке қамқор, сондай ел ішінде өзі адалдығымен, әділдігімен аты шыққан адам екен. Міне сол себепті де Құнанбай оның қызы осал болмаса керек, және қыздарын оқытады деп естиді. Міне сол себепті қызына құда түседі. Сонда Алдаберген де еді тегін адам емес қой, ол айтады: мен қызымды беруге келсем, бірақ екі шартым бар, сол шартымды орындаса қызымды берем дейді. Ол дегеннің біріншісі, енді ел болғаннан кейін қуаныш болады, қайғы болады. Мысалы сондай жағдайларда менің жаңағы біз бара алмай қалсақ, сендер реніш білдірмеңдер. Одан кейін екінші шартым, енді ел болған соң өлім жітім болады. Сондай жағдайларда тағы бара алмай қалсақ, ондай жағдайда реніш білдірмеңдер. Егер Құнанбай осы екі шартыма келіссе, мен қызымды берем дейді. Құнанбай әрине бірден қабыл алады. Сөйтіп, мына Төлебике атты қызын шәкәрімнің әкесі Құдайбердіге ұзатқан екен. Ал ол Төлебике өзі молданың алдын көрген, араб, түрік тілдерін жетік меңгерген сондай адам болған екен. Кейін шәкәрім өзінің естелігінде айтады: мен сол араб, түркі тілдерін анамнан үйрендім дейді. Яғни анасының соншалықты мықты адам болғанын көрсетеді. Кейін шәкәрімнің ұлы Ахат та айтады: біздің әжеміз сондай мұхтасар ғылым халды білетін, жалпы ислам туралы білімі терең адам болатын деген секілді естелік айтады. Міне осыдан ақ шәкәрімнің екі нағашысының да мықты болғанын көруге болады. Және текті жерден қыз алу бұрынғы қазақтың тегіне қарау деген мәселе, міне соның бір айқын көрінісі осы шәкәрімнің оқиғасы. Өйткені шәкәрім өзі ұсталықты да, оюды да барлығын анасынан үйренген екен. Міне одан кейін әрине Абайдың тәрбиесі бар, Құнанбайдың қаны бар деген сияқты. Сөйтіп шәкәрім осындай мықты тұлға болып қалыптасқан. Ал егер сіздер одан да қызық деректерді білгілеріңіз келсе шәкәрім туралы, немесе жалпы біздің тұлғаларымыз туралы, олардың исламмен қарым-қатынасы туралы оқиғалар білгілеріңіз келсе, менің мына кітабыма тапсырыс беріп алыңыздар. Ол үшін мына төменде көрсетілген WhatsApp нөміріне жазсаңыздар, сол жерден тапсырыс берулеріңізге болады. Ал қазір каналыма жазылып қойыңыздар. Каналымда әлі де талай тұлғалар туралы айтамыз. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.